бисквит микс торттар 4-ші бөлім. Ал енді біз сникерс тортын дайындайтын боламыз. Бисквит, пропитка және де кремді осылай тегіс етіп жағып шығамыз. Бұл торттың начинкасына вареный сгущенка, яғни сапалы три желания сгущенкасына 100 грамм сгущенкаға 80 грамм ұсақталған арахисті салып, торттың арасына осылай салып отырамыз. Видеода барлығы анық түсірілген, дәл видеодағыдай етіп жасай беріңіздер. Начинкасын арасына салып болғаннан кейін кремді де жағып, бисквитімізге тағы да пропитканы құйып, осылай бетін жауып шығамыз. Қалған кремімізді үстіне жағып, 1-2 сағаттай қайтадан холодильникке қоямыз. Салқындалған торттың үстіне шоколадный ганашымызды құйып шығамыз. Сникерстің сыртына 100 грамм Қазақстан шоколадын жақсылап ерітіп аламыз. Үстіне 60 грамм майымызды, 40-50 грамм ұсақталған арахисімізді салып, жақсылап араластырып, дәл осылай видеодағыдай сыртын қаптап шығамыз. Осымен біздің сникерс тортымыз дайын болды. Тағы да холодильникке қойыңыздар.